Ассалаумағалейкум, армысыз ардақты ағайындар. Көптен бері көрмегелі көптің жүзі болды ағайындар. Бүгін жексенбі 24 тамыз. Әдеттегіше көлік базарда түсіруім керек еді. Дегенмен белгілі бір себептермен кейінгі кезде қолымның босамауына байланысты көптеп видео шықпай жатыр. Алдын ала сіздерден кешірім сұраймыз. Дегенмен осы Түркістан қаласының тумасы, осы өлкенің тұрғыны болғандықтан туған жеріміздің әрбір тасы біз үшін әрине оның құндылығы өте зор. Сондықтан қаламыздың кейбір кем-кетістік жерлеріне қанжығамыз майысатыны ол айтпасақ та белгілі ағайындар. Күні кеше біз қазір Түркістан қаласының департаментінің бастығы Бауыржан Жанаев мырзаның қабылдауында болып, қаланың атқарылып жатқан полиция тараптарына атқарылып жатқан іс-шаралармен жіті таныстық және өзіміздің кейбір ұсыныстарымызды айтып, бірігіп жұмыс істейтінімізді арамызды ашып алып, ол кісінің WhatsApp нөмірін, ұялы телефон нөмірін алып, қаламызда кейбір осындай департаментке қатысты мәселелер болып жатса, құқық бұзушылық жағдайлар үлкен көлемде немесе осындай көзге көрінетін ауқымды мәселелер орын алып жатса, байланыс жасап, бірігіп шешетіндігіміз жөнінде осындай мәселелерді қоғам белсенділерімен бірге ақылдастық. Кеше жиналыста Түркістан қаласының белсенді блогерлері, қоғамымыздың белсенділері барлығымыз бас қосып осындай жиналыстар жасадық ағайындар. Ол жиналыста көптеген мәселелер қозғалды. Мына өздеріңізге белгілі қазір бір үлкен отбасылық мәселеге айналып жатқан, қоғамдық мәселеге айналып жатқан ойынханалар жайында қазір жастарымыз өздеріңізге белгілі көптеп ойынға кіріп, миллиондаған ақшаны уайымсыз жұмсап, кейін бір нәрсеге душар болып жатқан жастар өте көп қазір қоғамда. Ол біздің Түркістанда емес, барлық Қазақстанда, барлық дүние жүзінде болып жатқан үлкен жайт. Сондықтан осындай мәселелерді қозғадық. Жалпы біз тоқтап қалмаймыз. Бұдан да кеңінен тақырып қозғауға біз атсалысатын боламыз. Өйткені қазір зайым мәселесі өте күн тәртібіндегі тақырыпқа айналып жатыр. Онлайн зайым. Қазір тек ғимараттардың ішінде емес, үйдің ішінде де ойнап, ұялы телефон арқылы ойнап жатқан жастар көп. Сондықтан мына зайымнан да қаржы алып, қаржыға батып, өздерінің отбасыларын ойранға салып жатқан қоғамда түрлі отбасы иелері өте көп. Осы мәселесі бізді қатты қынжылтпай қоймайды. Сондықтан осындай тақырыптарды да қозғадық. Сонымен қатар тағы да бір мәселе, мына Түркістан қаласы рухани астана деп келе жатқанымызға қаншама жылдың жүзі болды. Өздеріңізге белгілі, біз рухани астана, Түркістан қаласы біздің руханилығымызбен Қазақстанның өзге қалаларынан ерекше болуымыз керек. Сондықтан мынау біздің мавзолейімізге өте жақын бір қонақ үй бар. Атын айтпасақ та, сол өңірде айналшықтап жүрген адамдар біледі. Сол мавзолейдің ең жақын орналасқан қонақ үйдің магазинде, сыртқы магазинде мына спирттік ішімдіктер сатылып жатыр қазіргі таңда. Осы мәселе өте бізге тайға таңба басқандай, бір құмалақ бір қармай шықтет демекші, біздің Түркістан қаласының атына десек те болады, Түркістан қаласының авторитетіне кері әсер ететін бір дүние болып тұр ағайындар. Сол қонақ үйдің иесі тыңдап жатса қазір, сол спирттік ішімдіктерді біздің мавзолейдің айналасына алыстатып жіберсе, нұр үстіне нұр болатын еді. Осы мәселені де күн тәртібіне қойып, қазіргі таңда талқыға салатын боламыз. Жалпы жиналыста көптеген мәселелер ортаға салынды және оның шешіміне әрекет жасайтын бір түйіндемелерді айтылды. Жалпы полиция департаменті тарапынан көптеген жұмыстар жасалып жатқан екен. Кеше әңгімелеріне қарап байқадық. Жалпы сондай ағайындар, жалпы сіздермен бірге осы алдында өткен жаңалықтарды бөлісейін деп бүгін міне эфирге шығып отырмын. Біздің қоғамымызда көптеген шешілмей жатқан мәселелер көп.
әрине жасалып жатқан дүниелер де аз емес. Сондықтан осы видеоны көріп жатқан елдің, халықтың ер азаматтары болатын болса, тыңдармандарым арасынан қоғамда қандай мәселелер болып жатыр, комментарийға, пікір алаңына жазып қалдырсаңыздар болады. Біз қолымыз қалт ете қалған сәтте әрине осы нәрсемен айналысатын боламыз. Елдің ертеңі біздің болашағымыз. Әрине біздің мақсатымыз бір жерден бір пайда табу емес. Ол осы өмірге келген соң бір елге деген өзегімізді, кішкентай ниетімізді арнап еңбек етсек деген бір тұжырымымыз бар. Сондықтан мәселелер болатын болса, пікір алаңына жазып қалдырыңыздар, шешуге тырысамыз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Әрқашанда еліміз аман, халқымыз тыныш болсын, қоғамның белсенді азаматтары аман болсын, және Қазақстанымыз болашағы әрқашанда жарқындай берсін. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сіздермен бірге Сәкен Әбсеметов. Әрқашанда байланыстамыз.